Жетісу облысының Текелі қаласында Бекзат өнер 2025 құсбегілердің ашық турнирі өтті. Құсбегілер бүркітті аңға салу, қолға шақыру, шырға тарту, жылдамдыққа ұшыру ителігіні далбайта тептіру, қаршығаны қолға шақыру, тазы жарыстыру сынды додаларда бақ сынады. Сайыстың басты мақсаты алдағы уақытта өтетін түрлі республикалық және халықаралық додалар алдында құстардың ептілігін, бүркітшілердің шеберлігін сынап, мықтыларды анықтап алу. Бекзат өнерді қалың бұқара арасында кеңінен насихаттау. Биылғы жетістігі солынан 18 түлкі бір қасқыр алды. Биыл қалғаны. Енді осы жол палуадарға барамыз жарысқа, чемпионатқа. Енді Алла қаласа содан жеңіп қайтамыз деген үмітіміз бар енді. Жалпы Жетісу өңірінде Бекзат өнер өрісін кеңейтіп, құсбегілік пен саятшылыққа жаны құмар жандар қатары жылдан жылға көбейіп келеді. Әсіресе бабадан мирас болған сан ғасырлық тарихы бар ұлттық құндылықтарды жастарға қызығушылық танытқаны көз қуантады дейді аға буын. Текелі қала болса да, мұнда құсбегілер жиі бас қосып, саят құрып тұрады. Қарағанды қаласында өткен Қазақстан Республикасының жасөспірімдер арасындағы чемпионатта біздің бір оқушымыз 3-ші орын алды. Ол да болса біздің мысалы жыл сайынғы істеп жатқан еңбегіміздің нәтижесі деп өзіміз түсінеміз. Жастар бар, барлығы қызықтап осы өнерді үйренуге талпынып жатыр.